Сәлем достар, бүгін сіздермен Қазақ Тренд каналы. Бүгін мен сіздерге Redmi телефоны, жоқ, Redmi емес, барлық Android телефондары арқылы қалай телефонды зарядқа қойған кезде мына дауысты қалай естуге болады. Рахмет сандасым. Соны үйрететін боламын. Демек біз бастадық. Бастамас бұрын каналға подписаться кнопкасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Және лайк міндетті түрде. Демек біз бастадық. Оны программаны іске қосу үшін біз не істеуіміз керек? Ол үшін алдымен Play Market'тен мына жерде тұрғандай MacroDroid. Мына программа MacroDroid. Дәл осы программаны тартып аламыз және соған кіреміз. Бұған кіргеннен кейін мына жерде тұр добавить макрос деп. Осыны басамыз. Және мына жерде триггери, бірінші болып тұрған триггери қызыл түстегі. Соның төбесінде плюс тұр. Соны басамыз. Және бұл жерде бізге керектісі батарейка питание деп тұр. Соған кіреміз. Внешний источник питания деп тұр. Соған кіреміз. Және окей деп басамыз. Демек біздің бірінші файлымыз сақталды. Екіншісі не істейтініміз? Действиеға кіреміз. Действиенің ішінен действие устройства деген бар. Соған кіреміз. Және осының ішінен бізге керектісі міне произвести текст деп тұр. Осыны басам және осы жерге қалаған бір өзіңіздің темаларыңызды жазсаңыздар болады. Кез келген телефонды заряд қойған кезде несіне ескілеріңіз келеді, соны қойсаңыздар болады. Демек, мен жазамын. Сәлем, Қазақ Тренд. Міне, жаңа басқа еді, қазір мен басқа сөз жаздым. Және мына жерде тонды дауыс ырғаған пасетсеңіздер, көбейтсеңіздер болады. Скорс жылдамдығын тексерсеңіздер болады. Өздеріңіз қалағандарыңызға қарап қойсаңыздар болады. Тестировать дегенді басамыз, қалай естіледі. Сәлем Қазақ Тренд. Мен қазір телефон заряд қойған кезде дәл мұны сөз естетін боласыздар. Және окей дегенді басамыз. Және мына жерге төбесінен тұр введение названия макроса деп. Осы жерге сохранить етіп қоямыз. Әрбір теманы өздері сохранить етіп қоюларымыз керек. Ол телефон заряд қойған кезде бұл жұмыс істеу үшін қажет. Демек, бұл жерге сәлем дейік. Және окей. Сохранить. Және енді назад басып шығып кетсек болады. Демек, міне, мен қазір телефон зарядқа қоямын. Сіздер жаңа біз жазған сөзді оқитын боласыздар. Демек, Сәлем Қазақ Тренд. міне, көрдіңіздер ме, достар? Каналға подписаться басуды ұмытпаңыздар. Бұл өте керемет программа сол үшін. Және комментарий қалдырыңыздар, тағы нені білгіңіз келеді, соған байланысты. Міндетті түрде лайк. Рахмет достар. Келесі кездескенше сау аманда болыңыздар.